Ал біздер номері 4-ші выпускты бастаймыз, ауыстыруымызды жалғастырып жатырмыз. Бұл выпускты бастамас бұрын мен сіздерге жаңағы краткий шолу жасап жіберейін. Осы кезге дейін қандай заттарды ауыстырдық и қазір қолымда қандай зат бар екенін. Қазір қолымда Замирдің берген монитор телевизоры бар, 70 мың тұратын. Айбек деген мобилографтың берген фотообъективі бар, 70 мың тұрады. И Манчестер Юнайтедтің болельшігінің берген жаңа массажер и мына жаңағы светильнигі бар. Ал қандай ауыстырымдар болды екен, осы 4-ші выпусктан көре аласыздар. Ал бірге тамашалайық. Ал енді міне Алиханға келіп тұрмын, үй жақтағы мобилограф жігіт. Қазір шығады, күтейік. Звондап қойған, ол шығу керек. Қайда екен? Петличкамыз бәрі дайын. Бұл жігіт негізі не деп жатыр? Оралда тоже знаменитый жігіт дейді. Көбісі танып жатыр бұл жігітті. Жақсы мобилограф деп. Товарларым как коммерсант ретінде шығарып қойдым бәрін. О, Алихан, қалайсың? Көрші еще бір жағынан. Екеуміз, оказывается, көшелеріміз деген бірден көшеден кейін тұрады екенбіз. Почти жақын, бір-біріміз танымаймыз бірақ. Ал енді Алихан, уақыт созбай-ақ қойын. Айтқанымдай алдындағыдай міне заттарым мынау. Мынау Замирдің берген телевизоры, жаңағы массажер, мынау деген не? Объектив и жаңағы светильник міне. Осы 4 затым бар. Осы затпен енді ауыстырып ары қарай жүріп кетуім керек. Сенде енді бір ауыстыратын болса, давай бір ауыстырып жіберейік. Менде, короче, мобилографпын ғой. Сол үшін деп. Менде, короче, муайтайдың шорты. Кикбокс. Жоқ, муайтай. Сен камераға кіріп тұрсың ба? Иә, по-моему. Міне, муайтайдың шорты. Осы менде. Муайтайдың шорты. Оригинал да сонда? Оригинальный, иә. Бұл примерно қанша тұрады мына шортылар? Білмеймін, подаркіге алған нәрсе. Подаркіге? Несі керім екен? Эмблемасы кәдімгідей. Кәм оригинальный? Оригинал. Көрініп тұр мыналар кәдімгі толстыйны. Өзің айналысқан болып тұрсың ғой? Өзім күреспен алыстым грэпплингте. Сол кезде еліктеп жүріп алған. Бағасы қанша дедің? 10 мың дегенше. 10 мың да? Онда былай ғой, Алихан, бұл жерде енді біздің немізді білесің ғой, шактарымызды. Мен деген мынадан өсе беруім керек, мыналардан. Сенің ауыстырғаныңнан мен деген қалай жайлап өсе беруім керек қой. Сол себепті қара, мынау 70 мың, мынау 70 мың, мынау 10 мың, сенікі 10 мың. Значит, мен саған деген ауыстыруға мына светильникті бере аламын тек. Болды. Мына светильник 7 мың тұрады деп берді маған. Получается, 7 мың теңгеге 10 мың теңгенің затын ауыстырып жатыр. Болды, әңгіме жоқ. 3 мың теңге Каспиге салып жібересіз. Былай алғанда, қараңыз, ауыстырым болды. Бір шаг алға жүрдім. Получается, 7 мыңды 10 мыңның затын ауыстырып алдым. Кімге мынандай Муайтайдың оригинальный шорты керек? Маған жазыңыздар осы каналдың астына. Любой жерге барып ауыстырым жасаймын. Ал жақсы онда Алихан. Осы мен ауыстырым болды. Рахмет. Келесі, айтпақшы келесі дегенде былай ғой. Сені деген бар ғой, осы жігіттердің бәрі айтып жатыр. Мықты мобилограф, танитын адамдары көп деп. Егер танитын бір адамдарың болса, біреуді рекомендовать етші. Тамада бар, Ерекен деген. Концертныйда тұрады. Соған барып көріңіз. Тамада Ерекен. Номерін берейін сізге. Давай, оны осы жерден мен номер жазып алайын. Тамада Ерекен да. Ал онда Тамада Ерекен сізге барамыз. Ауыстырым болса, ауыстырым жасап көрейік. Номер бересіз? Болды. Онда звондап көреміз. Ал міне қазір біздер Ерекен деген Тамада жігітке звондаймыз. Ерекенді өздеріңіз білесіздер, осы 1-2 күн бұрын жаңағы ауыстырым болды. Алихан деген мобилограф жігітпен, міне мына жігітпен. Осы жігіт ауыстырғаннан кейін осы Ерекеннің номерін берді бізге. Осы Ерекенмен хабарласып көр, осы кісімен ауыстырым жасауға тырысып көр деп. Енді қазір міне WhatsApp-тан ол Ерекенді мен танымаймын. Вообще, просто бірінші рет қазір видеозвонокпен звондап көрейін деп жатырмын. Алатын болса, өзіміздің ұсынысымызды айтамыз. Алмайтын болса, енді қалай болғанда да фейл болады ғой. Ал міне Ерекенге звондап жатырмын. Не болады екенін көрейік. Вообще танымайтын адам. Нет ответа. Басып сатты. Нет ответа.
тағы бір енді кешке қарай тағы бір көрейік енді. Басқа не істейміз енді. Мүмкін бос болмай жатқан шығар. Кешке тағы бір звонок жасап көреміз. Міне бір ауыстырымды қарап жіберіңіздер. Өте қызық ауыстырым болды. Спонтанный сондай аяқ асты баняға барып тұрып осындай бір ауыстырым жасап жібердім. Ал бізде бір спонтанный вообще ойламаған жерден ауыстырым болайын деп жатыр. Мына жерде міне баняға келіп тұрғам өзім кеште баняға түсейін деп. И есік алдында тұрғанда міне бір жігітпен таныстым, еще танымаймын да, есімің кім? Әділхан ба? Әділхан деген жігітпен танысып, бұл жігіт деген бұл жігітке жаңа өзімнің ауыстыру туралымды айтқам, солай ауыстырып келе жатырмын деп, екеуміз енді очередь күтіп тұрғасын. И ол жігіт айтады да, давай онда мына Маутайдың мына шортыйы, мына шортыйға кәдімгідей қызығып, мынау маған керек деп кәдімгідей. И екеуміз бұл жігіттің өзі кім, каратистсің да? Каратист. Маған айтады, кимоно бар дейді, полностью кимоном бар, сол кимоноға давайте ауыстырайық дейді. Мен айтам, ол кимоноң қанша тұрады деп едім, примерно қанша тұрады? $200 ма? Қанша қалдың сен? $250 да? 250. Негізі мына досыныкі, досы өзі камерадан қашады екен енді. Сосын қасына түсіп беріп жатыр. $250 алған кимононы. Сол кимононы өзім қазір қойдым дейді. Үйде жатыр, бос жатыр, бірақ мына Маутайдікі маған керек деп тұр. И осыған башына баш ауыстырайын деп жатыр. Ал давай ауыстырып жіберейік. Мынау сонда не заттар мынау деген? Фото и поиск кимоносымен ғой. Айтпашы неге? Фото и поиск кимоносы ғой. Ну, как бы полный комплект, да, мынау, да? Перчатка жетпейді тек. Перчатка жетпейді қалған полный комплект, да? Ну, деген любой адамға керек, бастап атқанға сразу комплект рахат қой мынау деген. Осымен ал міне ауыстырым болды, спонтанный баняға келіп, жоқ жерден, ойламаған жерден ауыстырым жасап жібердік. Міне кімге мынандай кимоно керек, полностью комплект. Жазыңыздар YouTube осы каналдың астына. Сразу любой жерге барып ауыстырамыз. Ал біздер баняға кіре берейік. Ал осымен ауыстырым болды ал. Жақсы, рахмет. Бұл бір қызық ауыстырым болды. Өзім де даже не ожидал былай алғанда. Өте керемет осындай спонтанный ауыстырымдар өте керемет кәдімгі әсер береді. Бұл жігіттер де өздері де кәдімгі осы Маутайдың жаңағы шортыйына қызығып кәдімгідей үйіне барып, жаңағы тұратын жеріне Аязбиге барып, жаңағы кимоносын алып келіп, осы баняның алдына келіп екеуміз қайтадан түсірілім жасадық қой. Қызық ауыстырым болды. Енді міне қолымда кимоно бар. Енді осы кимононы қараңыздар, бір адаммен ауыстырым жасадым. Бұл ауыстырымды өзім топовый ауыстырым деп есептеймін. Маған өте ұнаған ауыстырымдардың бірі осы болды. Ал қараңыздар. Ал достар, біздер келесі ауыстыру жасайын деп жатырық. Бұл бір вообще бір қызық болып тұр. Осы жерде міне Көктем деген микрорайон, өзім Көктемге келіп товар алайын деп, зат алайын деп үйге келгенім ғой. Мына заттарым постоянно өзімде машинамен бірге жүреді ғой. И міне мына жігіт есімің кім? Ағдаулет деген жігіт мені танып жатыр кәдімгі. Көктем торговый домның ішінен мені танып, сіздің видеоларыңызды көрем деп, өзім жақыннан бері каратеға қатысып жүрмін. Мына біреу нені кимононы киіп қарайын маған үйлессе, ауыстырым жасап көрейік деп өзі кәдімгі маған шығып жатыр. Енді көрейін деп тұрмын, міне кимононы сразу алдық. Мына жерде кішкентай мини сцена тұр, міне соның ішіне келіп ауыстырым жасап көрейін деп жатыр. Ал Ақтаулет, қалай? Не айтасың? Айтарым жоқ. Не дегенмен қазақларымыз бір қазақтың баласы болған соң ағамызды қолдайық деп, менің досым өз туған күніме Алдияр деген досым Реал Мадрид пен Қайраттың ойыннан Қайраттың флагын алып келді. Мына жерде Дастан Сатпаевтың өзінің қолы бар. Мінекей. Осыған лайық деп ойлаймын енді ауыстыруға. Бұл жерде былай ғой, бұл жігітпен жаңа кездескеннен кейін үйіне барып, жаңа мына флагты алып шықтық. Сосын жаңа осы жерге келіп жатырық, кішкентай мини сценаға келіп ауыстырым жасайын деп жатырық қой. Енді былай, мынау деген оригинал Қайраттың несі деп тұрсың ғой, да? Дастан Сатпаевтың қолымен. Оригинал шар несі дейді, флагы. Көрсетейік. Оригинал Қайрат. Енді мен неге
бұған ауыстыруға келісіп тұрмын. Өйткені мына жерде міне Дастан Сатпаевтың міне мына жігіттің міне қолы бар дейді. Қайсы оның қолы? Менікі. Қараңыздар. Қол тұр. Алматы Алдиярдан 30.09.20. Алдияр саған беріп тұр мынаны. Алдияр саған беріп тұр. Мына Дастан Сатпаевтың оригинал қолы. Дастан Сатпаевтың оригинал қолы мынау деген міне. Бұның оригинал түсіріп атқан фотосы бар ма? Мен білмеймін, сұрап көру керек негізі. Сұрап көрші оны. Ол болса вообще мынау кәдімгідей деген баға жоқ болып кетеді. Қазір енді айтайын дегенім, неге бұл ауыстыруға келісіп тұрмын? Өйткені Дастан Сатпаев қазір алматылық Қайрат емес, ол қазір Челсиға кетіп қалды, солай ма? Челсида ойнайтын Дастан Сатпаевтың оригинал қолы мен Қайраттың оригинал флагы менің қолымда қазір. Көрдіңіз бе? Дастан Сатпаев қазір Қазақстанның суперзвездасы ғой былай алғанда. Енді қараңыз, кім мына флагқа ауыстырады? Маған осы YouTube-тың астына жазыңыздар. Любой жерге барып, любой уақытта ауыстырып жасаймын. Міне, Дастан Сатпаевтың оригинал қолы. Өзімде аңтаң болып тұрмын. Өйткені өзімде футбол жақсы көрем, футбол қараймын. И кәдімгідей мынандай дүниелер деген өте ценный. И то Дастан Сатпаевқа Челсиға кетіп қалғасын, мынау деген 2 раза ценнее ғой. Ал енді мен саған міне кимоно, өзің жаңа айтқандай кимононы қарап, мынау деген полностью экипировка. Мына белбеуі, кимоно, ішінде щитоктары мен, аяқ киіммен, жаңағы бүкіл полностью несімен тұр. Если что, киіп қараймын сен, киіп қара үстін. Жақсы киіп қарайық. Үстін киіп қара. По-любому енді ана ауыстырған жігіт, бана айттым ғой, примерно сен сияқты жігіт саған келу керек. Мынау бір топовый ауыстыру болайын деп тұр енді ал. Мына иықтары бәрі келіп тұр ғой. Иықтары келіп тұр. Өте прочный көрінді ме? Оригинал екені көрініп тұр кәдімгідей. Кекшенкай. Ал достар, көрдіңіздер міне. Ауыстырым болды. Кәдімгі өзімде қуанып тұрмын кәдімгідей, шынымен де. Өзім футбол жақсы көретін болғасын, осы теманы өте жақсы тереңнен түсініп тұрмын. Өйткені мынандай суперзвезданың оригинал қолы бар флагтарды алу өте қиын. Ал қазір менде Дастан Сатпаевтың флагы бар ал. Кімге керек, астына жазыңдар ал. Ал жақсы онда Ағдәулет. Керемет ауыстыру болды ал. Рахмет. Ал осымен номері 4-ші выпускымыз аяқталды. Қазір қолымда бар заттар: монитор, телевизор, объектив, массажер. И осы выпусктағы ең главный лот, былай алғанда ең главный трофей, бұл мына осы Қайраттың флагы. Дастан Сатпаевтың жаңағы қолы бар. Енді бұл лотқа мен деген 100 мың деген баға беріп отырмын. 100 мың. Біреу ауыстыратын болса, примерно 100 мың затын маған алып келсе, ауыстырамын. Өйткені неге десеңіздер, Дастан Сатпаев қазір өзі Челсида ойнайды. Бұл менің ойымша бір 6 айдан кейін бұл флаг уже 500 мың тұруы да мүмкін. Егер ол қатты ойнап, кәдімгідей медиаға ілігіп суперзвезда болып атса, даже миллионға дейін баруы мүмкін. Сол себепті қазір кімге керек, кім заинтересован, давайте жазыңыздар. Бұл оригинал флагты қолмен барып, любой жерге барып, осы Оралдың ішінде ауыстыруға дайынмын. Ал бәрін күтемін. Одан бөлек енді осы 3 сатым бар, оны да ұмытпаңыздар. Осымен аяқтаймыз. Келесі жалғасы бар. Машинаға дейін тоқтамаймыз. Ал, сау.